Келін болу тек бір үйдің табалдырығын аттау емес, ол үлкен әулеттің бір бөлшегіне айналу. Ал сол әулеттегі сыйластықтың, тәрбиенің ең алғашқы көрінісі ол әрине амандасу. Келіннің сәлемінен ақ оның қандай тәрбие көргенін, қандай адам екенін байқауға болады. Ең алдымен келін үшін қайната әкенің орнын басатын ең қадірлі жан. Сондықтан келін қайнатасын көрген сайын иіліп сәлем салып, сәлеметсіз бе ата деп жұмсақ, сабырлы дауыспен амандасуы қажет. Бұл тек дәстүр емес, жүректен шыққан құрметтің белгісі. Қайынатаның алдында артық сөз айтпай, әрқашан өзін ұстамды, инабатты көрсету келінге тән қасиет. Қайынаға отбасының тірегі, сыйлы үлкені. Келін қайынағамен амандасқанда міндетті түрде сыпайылық сақтап, басын сәл иіп, сәлеметсіз бе деп құрметпен амандасады. Мұнда да арақашықтық пен әдеп өте маңызды. Артық әзілдесу, еркін сөйлесу келінге мүлдем жараспайды. Әр сөзде салмақ, әр қимылда тәртіп болғаны жөн. Қайынапа мен қайынәпкелерге келін ерекше ілтипатпен қарайды. Үлкен болса сәлеметсіз бе деп құрмет көрсетіп, кіші болса сәлем деп жылы сөзбен амандасады. Олардың әрқайсысымен дұрыс қарым-қатынас орнату келіннің даналығы мен сабырлығын көрсетеді. Қайын жұрттың басқа да үлкен кісілеріне келін міндетті түрде иіліп сәлем береді. Бұл қазақтың көркем ең мәнді дәстүрлерінің бірі. Қазір бұл әрине артта қалып бара жатқандай. Сәлем салу арқылы келін тек амандасып қана қоймайды. Ол сол әулетке деген құрметін, өзін сол ортаның бір мүшесі ретінде қабылдағанын білдіреді. Амандасу кезінде келіннің дауысы жұмсақ, жүзі жылы, көз қарасы әдепті болғаны дұрыс. Дауысты көтермеу, асықпай, сабырмен сөйлеу келіннің көркем мінезін айқындайды. Әрбір сәлем бұл жай сөз емес, ол ішкі мәдениеттің, тәрбиенің айнасы. Жақсы келін сәлемімен көрікті демекші, ал сәлемі түзу келін әрдайым сыйлы, әрдайым қадірлі. Осындай келін бар үйде береке де, бірлік те, жылулық та, сыйластық та болады. Сондықтан келін үшін ең маңызды нәрселердің бірі әрбір адамға лайықты құрмет көрсетіп, сәлемін түзеу. Себебі сәлемі дұрыс келін әулеттің ырысы демек. Бұл салт-дәстүр қазір қалып кеткендей. Достар, кім келіседі, кімнің өзінің ойы бар? Маған тіркеліп комментария қалдырыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.